сүрінбей ел танымас, ат сүрінбей жер танымас. Саламатсыздар ма менің оқырмандарым? Менің есімім Меруерт ханым. Мен бүгін сіздерге Шалтан Еркінбайұлы Керімбай жайында айтқалы отырмын. Мүмкіндігі шектеулі жанның дені сау азаматтардан артық, қазақ еліне жан ашып, өз көмегін беріп жүрген ақ жүректі ер азамат. Еркінбай мырзаның оңалту орталығындағы бір күндік тыныс-тіршілігімен таныстырып, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Ереке, Құлеке, Қожа мырза, қош келіпсіздер біздің арнамызға. Бүгін біз сіздерді естіп, қуанып, осындай азаматтар облыстық сайлауға түсіп жатыр деп депутаттыққа сіздермен кішкене ғана сұхбаттасып кетуге келіп отырмыз. Сіздің қайдан шықтыңыз, өмірбаяныңыз туралы қысқаша білгіміз келеді. Айтып өтсеңіз, Ереке. Мен енді Шалтан Еркінбай Керімбайұлы 1978 жыл дүниеге келгем, 2 ақпанда. Көп балалы отбасында дүниеге келгем. Сол өмірде міне қазір әлеуметтік мәселелермен айналысып жүрген азамат. Сонда немен айналыстыңыз? Сол туралы айтып өтсеңіз. Енді мен жоғары бір қызметте жұмыс жасамаған, мен әлеуметтік жұмыстармен жайыл мұрагер жастар орталығы деген жастар орталықта координатор болып, осындай жастармен жұмыс жасадық. Өзіміз сияқты азаматтардың жұмысын үйлестіруші болып бастадым. 2005 жылы осы жағдайға түсіп қалғаннан кейін оған дейін әскер қатарында болдық. Балалық шағымызбен шаруаның баласы болдық. Шаруашылықтың барлық түрін жасадық. Енді малда, егінде ектік, ремонтты жасадық, жаңа үйлерге құрылыспен де айналыстық. Енді осы жағдайға түскеннен кейін 2005 жылдан кейін мұрагер жастар орталығында Сайпунов Бауыржан деген азамат бар. Осы Шапағат құрылтайшысы Қошқаров Құлажан деген азамат бар. Солармен сол қоғамдық бірлестіктің жұмысы арқылы 2013 жылы мен Жайылма қоғам бірлестігі деген бірлестікте координатор жаңағы ұйымдастырушы болып жұмыс жасадық. Жастармен, шетелдік гранттармен, әлеуметтік мәселе бойынша осы күнге шейін 2013 жылы осы өзіміз бастама көтеріп, Қошқаров Құлажан, Сайпунов Бауыржан, Шалтан Жасұлан, марқұм Байғалов Ғизат деген доктор ағамыз болған Павлодардан осы Шапағат мүмкіндігі шексіз азаматтар қауымдастығының құрылуына Шапағат мүгедектердің қайырымдылық қоры деген қор ашып, сол форматта қазір жұмыс жасап келе жатқанымызға 10 жыл болыпты. Қазіргі таңда сол енді қазіргі қызметім Түркістан облыстық қоғамдық кеңесінде мүшемін. Және мен арнайы осы Шапағат мүмкіндігі шексіз азаматтар қауымдастығының төрағасымын. Қоғамның белсенді бір азаматымын. Бір қызмет дейтін менде ондай қызмет жоқ, бірақ осы қызмет менде халыққа деген қызмет. Сол қызметіңіз. Ең басты мәселе халыққа деген қызметіңіз. Менің сұрайын деп отырғаным сол. Енді сізден тағы бір сұрайтыным, өміріңізде болған бір жақсылық кездеріңіз, есте қалатын кездеріңіз айтып өтсеңіз. Енді не дейді, менің өмірде жақсы есіме қалатыны ол балалық шағымда. Енді оның бәрін айтып отырсақ үлкен бір кітап шығады ғой. Мен өзім қазіргі таңда үйреніп алғам, маған тыныш ұйықтап, түнде ауырмай. Таңертең маған Құдай осы күнді бұйыртса, сол мен қуанышты сәтім. Менде қуанышты күндер көп. Құдайға шүкір, еліміз аман, жұртымыз тыныш, қарнымыз тоқ, басқа елдер сияқты соғыс болып жатқан жоқ. Осыны яумел қияметке шейін біздің ата-бабаларымыз аңсап өткендей, мен де осыны тілеймін, осы тыныштығымызды алмасын. Менде қуаныш деген осы жерде азаматтар келеді, ешқай қабылдамай, кезінде өзімнің де басымнан өтті сол мәселе. Не больница, не емші қабылдамайды, 2 реттен кейін. Өмірде сол болады ғой, кей кезде бір тупик дейді ғой, жаңа бір
неден шыға алмай қаласың, депрессияға кіресің, өзің ешкімге керексіз болып қалғандай боласың. Сені көрген адамдар қоғамда сен осы қоларбаға таңылғанда басқа көзқараспен қарайды. Бір жаңағы мекемелерге барсаң, доступность деп жатады ғой қазір, мынау кедергі. Кедергінің бәрі сені қайтадан үйге тығады. Соған мойымай күресуім, ол бір қуанышым болса өзімнің күресе алғаным. Осында өзім сияқты азаматтарды қазір көмек көрсетіп, психологиялық, заңдық кеңестер беріп жатырмыз. Оның бәрі бір ақыл емес. Міне осы қызметіме қуанамын. Және осындай азаматшалар қасымда сіздер өздеріңіз сияқты бей-жай қарамай, соған бей-жай қарамағанына қуанамын. Сосын осы жерге келген жаңағы еш қабылдамай қалған кезінде мен сияқты азаматтарды әкеледі, отбасылары өздері тауып келеді, осы жерге келейінші мен маған көмек беріңіздерші деп. Солардың кішкентай ғана бір жетістігіне мен бүкіл дүниенің байлығын беріп тұрса, сол қуанышымды сата алмас едім. Ол деген оны сезіну керек әр адам. Иә, рахмет. Әрине, ол үшін үлкен жүрек керек. Сіз сияқты үлкен жүректі адам керек оны қуанышын білу үшін. Қуаныштымын, өте осындай жақсы жауап алғаныма. Енді сіздің осындай мүмкіндігіңізге қарамастан ел ауыртпашылығын мойныңызға алып көтеремін деп, облыс көлеміндегі депутаттыққа сайланып отқаныңыздың себебі, сіздің мақсатыңыз қандай алға қойған? Енді мен мына себепті өзім ғана айтпаймын. Міне мынау Қошқаров Құлажан деген адвокат ағамыз бар. Осы жердің жеке адвокатымыз деп қоямыз. Ақысыз 13 жылдан бері жұмыс жасап жүрген. Осы кісілердің ұсынысы, осы кісілерден сұрасаңыз да болады. Осы кісілер не үшін мен депутаттық мандатқа өзімді ұсынып жатырмын? Өйткені мен әлеуметтік мәселелерге Түркістан облысында болып жатқан осындай кейбір келеңсіз мәселелердің шешімін таппай жатқанына бей-жай қарамайтындығымнан түсіп жатырмын. Қалған Қошқаров Құлажан деген адвокатым айтсын, мен ұсынған осы кісілер. Біз қалада қанша жылдан бері қала акиматында жұмыс істедім, бірқатар басшылық жұмыстарында істедім. Депутаттардың шығарып жатқан шешімдерін де көрдім. Бірақ бүгінгі дейін елімізде білесіздер, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға жаңағы барлық ғимарат соқсын, болмаса бір соларға қарап жатқан бұл кісілер қоғамның атқоты болып қалды. Қазір Қазақстанда болсын, Түркістанымызда болсын, қоғамда қарамайды бұндай кісілерді. Бұл кісілерге қандай жағдай жасауымыз керек, қандай реабилитацияларды ашып тастауымыз керек. Біз мектептер ашып тастап жатырмыз деген сияқты, ақшаның бәрін сол жаққа депутаттар бөліп жатыр. Біз бұл кісіні бүкіл Түркістан қаласының мүмкіндігі шектеулі азаматтардың атынан өйткені олардың құқысын ешкім сөйлеп жатқан жоқ. Олардың жайлы ешкім жаны ауырып жатқан жоқ. Міне өзінің басына өткеннен кейін жаны ауырады. Сондықтан депутаттыққа сен бар ұсын, бүкіл Түркістан жаңағы облысы болсын, Түркістан облысының бүкіл мүмкіндігі шектеулі азаматтардың атынан бір адам біз ұсынып отырмыз қазір бүкіл қоғамның атынан. Осы кісі қабілетті, осы кісі елдің осы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың жаңағы сенім білдіріп отырсыздар. Сенім білдіріп, сол сенімдеріңіз ақтайды деп ойлап отырсыздар. Сол ақтайды деп осы күн үстінде. Енді мен бұл сайлауда бір партияның атынан емес, тағы айта кететіні бір қоғамның мәселесі емес, мен өзін ұсыну тәртібімен өзімді ұсынып жатырмын. Бірақ қолдау көрсетіп жатқан осындай азаматтардың мәселелерін бей-жай қарамайтындығымды, сол мәселенің шешімдерін табуға, сол мәселелерге қолдау көрсету келешекте мынау үкіметпен халықтың ортасындағы көпіріміз ғой енді. Сол көпірді жалғастырушы азамат ретінде өзімді ұсынып отырған жайым бар. Тағы бір айтатын нәрсе. Бұл кісі еліміздің президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың медалін алған. Бұл Қасым Жомарт Тоқаевтың атынан шапағат медалін алған адам осы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың арасында ол санаулақ. Сондықтан ол бекерден бекер бермейді бұны. Бұл кісі елге, халыққа, осы қоғамға еңбегі сіңгеннен кейін беріп отыр нәрсе. Бұл да бір дәлел, бұл кісі шын мәнінде мүмкіндігі шектеулі азаматтардың құқысын
облыстық мәслихат деңгейінде көтеріп мәселелерді, тиісті қаржыларды, ол депутаттың жұмысы қаржыларға одобрение беру, акиматтың жоспарлаған қаржыларын бекітіп береді. Мына қаржының мынаншама процентін мүгедектердің мына жеріне жұмсайық деп айту үшін беріп жатыр. Басқа бізде ой жоқ. Дұрыс, өте орынды. Керемет. Мен де қарап отырмын мына медальдарыңызды қойып қойғаныңызға, мына төсбелгіңіздегі осылар туралы кішкене қысқаша айтып өтсеңізші. Біз де біле жүрейік. Енді бұларды мен бір мақтаныш бір көрмеймін. Бұл төсбелгілер тек сол менің пенетіме, менің еңбегіме берілген төсбелгілер деп есептеймін өзім. Ең алғаш мен осы Түркістан қаласынан мынау білім несі бар, Әсия апайымыздың содан алғанмын. Одан кейін мынау Астанада мынау қайырымдылық керуені деген сол жерде мынау алған медалім. Бұл жаңа қайырымдылық керуеніне біздің жобамыздың, біздің әрекетімізді бағалап, сол Астанаға шақырып, сол министрлердің бергені. 30 жылдыққа арналған, мынау Түркістанға енді бір еңбегіміз сіңген бағалап, мынау Тұрашбеков мырзамен, Нұрбол Тұрашбеков мырзамен, мынау Мақсат Асылбекұлының екеуінің шешім шығарып, мені құрметті азамат ретінде осы Түркістан қаласына құрметті азамат деген медальмен марапаттап, төсбелгісімен марапаттап, осы бұл қысқаша бұл мен үшін бір мақтаныш, бұл бір мен үшін бір жетістік емес, бұл мені бағалап елдің өзінің берген төсбелгілері. Әрине бұл өмірде бір төсбелгі алғыс үшін ғана жұмыс демеймін мен, өзім жеке басым бір қоғамда бәріміздің көтеретін жүгіміз бір, бәріміздің жұтатын ауамыз бір, бәріміздің жүретін көшеміз бір, бәріміздің денсаулығымызды бейжай қараямайтындығымызға бәріміз атсалысуымыз керек. Мен енді осы жеке өзім ол марапат болсын, бір алғыс хат болсын, оған өзімді лайықты деп санамаса, мен ешқашан бір оған құмар болып көрген азамат емеспін, ондай құмар емеспін мүлдем. Бірақ енді бағалағасын шақырып, құрметтегеннен кейін барамыз, сол жерде боламыз, аудиторияны сезінеміз, қоғамдағы болып жатқан кішкентай баладан еңкейген қартқа шейін мәселе ол менің мәселем. Мен соны өзім сезінем жүрегіммен. Мен соған бейжай қараямайтындығым қайталап айтсам. Өзім әрдайым әр жерде айтып жүрем, соның арқасында шығар осылардың бәрі келгені. Өйткені мен жеке басымның, осы орталықтың өзінде де мен жеке басымның проблемасына бола жұмыс жасап жатқан жоқпын. Соны айтқым келеді. Өте жақсы, қуаныштымын. Осындай жақсы жауап беріп жатырсыз. Сұрақтарыма көңілім толып жатыр. Сіздің шын елдің азаматы екеніңізге, халыққа жанашыр азамат ретінде белгілеріңізден, төс белгілеріңізден көріп отырмын. Құлекеңде мойынды жаңаға дәлелдеп жатыр. Сондықтан да сіздің осы екінші участке ғой, екінші округ. Екінші округ, да? Екінші сайлау округын айтып өтіңіз, қайда неден түскеніңізді депутаттыққа? Мен Шалтан Еркінбай Керімбайұлы, Түркістан облыстық мәслихаттығына үміткермін. Құрметті Түркістан қаласының тұрғындары, азаматтары, азаматшалары, мынау үлкен сайлау науқанында сіздер бейжай қарамайды, өздеріңіздің дұрыс таңдауларыңызды жасайды деген сенімдемін. Мен есімім Шалтанов Еркінбай Керімбайұлы, Түркістан қаласының азаматы, Түркістан облыстық мәслихаттығына Түркістан қаласынан екінші сайлау округінен үміткермін. Сіздердің дауыстарыңыз біз үшін маңызды, өйткені қоғамда болып жатқан әрбір мәселелер болсын, әрбір проблемалар болсын, әрбір жағдайлар болсын, ол біздің азаматтық парызымыз. Біз осы сайлауда қарапайым халықтың бірімен біз бейжай қарамай сайлауға барайық, сайлауда өз
таңдауымызды жасайық. Мен сіздерге өз таңдауларыңызды дұрыс жасайды деген сенімдемін. Рахмет. Ой пікіріңіз қандай енді? Мен ой пікірім, тілегіңіз қандай халыққа деген? Мен ой пікірім баяғы Совет одағының кезінде депутаттыққа шопандар, ең төмен адамдар қабылдайды. Өйткені олар елдің арасында жүр, елдің қамын біледі, елдің проблемаларын жақын біледі деп қабылдайтын Совет одағының кезінде. Совет одағының бір жақсылығы сол тұғын. Қазір тек қана өздеріңізге белгілі, бізде онdan керісінше қалталы адамдар түсіп жатыр. Ол қалталы адам түскен сайын біз елдің қамын оңалып жатқан жоқ, халықты көріп жатсыздар қазір. Сондықтан барынша қарапайым адамдарға, барынша елдің арасында жүрген адамдарға дауыс беруіңізді шақырамын. Оның бірі осы Шалтан Еркінбай Керімбайұлы. Бұл кісінің кейінгі 15-20 жылда ел халқымызға, азаматтарға, студенттерге, адамдарға мотивация беріп, қанша адамдарға күш беріп, өмірге деген құштарлығын күшейтіп жатқан азаматтың бірі. Қанша азаматтарды осы кісілермен сөйлесіп, 10 минут әңгімелесіп, мен өмірге деген құштарлығымды өзгерттім деген адамдарды көптеп естідім. Сондай адамдарға өмірге деген махаббатын, құштарлығын оятатын азаматтың бірі осы Шалтан Еркінбай Керімбайұлыға дауыс беруді мен шақырамын. Азаматтар, осы передачаны тыңдаған азаматтар міндетті түрде іздеп келіп дауыс беріп, осы Шалтан Еркінбайды іздеп келіп дауыс беріп шақырамын. Рахмет. Рахмет. Қымбатты Түркістандық жерлестерім, қымбатты Түркістан облысының ханымдары мен мырзалары, мінекей осындай керемет, ерекше азаматты өздеріңізге таныстырып отырмыз. Елім, жерім, халқым деген жүрегімен бар ынтасыменен осы қайтсем халқымды мүддесін қорғаймын деген. Сондықтан да сіздерді 2-ші округтік сайлау облыстық депутаттығына Шалтан Еркінбай Керімбайұлын таңдап, осы кісіге дауыс беруге сіздерді шақырамын. Сіздерге сенім артамын. Аман болыңыздар. Көріскенше күн нұрлы болсын.